саламатсыздарбы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы инклюзивті білім беруді қалыптастыру және оның принциптері. Баяндамашы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасының магистр оқытушысы Құланбаева Гүлмира Көпжанқызы. Жоспары: әр баланың жақын даму аймағы мен потенциалды мүмкіндіктері, модификациялау ұғымының мазмұны, жеке білім беру бағдарламасының құрылымы, оқу құралдарын модификациялау, инклюзивті білім беруде оқу процесін ұйымдастыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпыға білім беру процеске қосуда мұғалімнің іс-әрекетінің негізгі мақсаты болып, инклюзивті сыныпта оқитын әр баланың жақын даму аймағы мен потенциалды мүмкіндіктерін дамытуға қажетті жағдайлар жасау болып табылады. Баланың жеке оқу бағдарламаларын қолдану арқылы оқыту оған қойылған ерекше оқу мақсаттарына жетуге көмек береді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жеке оқу бағдарламасының негізгі мақсаты мүмкіндігінше бұзылыстарды түзету. Инклюзивті сыныптың барлық оқушыларының білім беру бағдарламасын меңгеру үшін келесі жағдайлар жасау қажет. Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне сай заманауи технологияларды, әдістерді, тәсілдерді, оқу жұмыстарын ұйымдастыру түрлерін қолдану. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қажетті оқу материалдарын бейімдеу. Түрлі топтағы мүмкіндігі шектеулі балаларға қажетті оқу және дидактикалық материалдарды бейімдеу немесе құрастыру. Модификациялау ұғымының мазмұны. Модификациялау дегеніміз мүмкіндігі шектеулі білім алушыларға құрдастармен салыстырғанда ерекше жағдайлар жасау, тапсырманың орындалу түрін, тапсыру мерзімін, оны ұйымдастыру, нәтижелерді ұсыну, тәсілдерін өзгерту. Білім алушының жеке білім алу жоспарына мәліметтерді ұсыну тәсілдеріне байланысты өзгерістер, модификациялау енгізілуі керек. Бұл өзгерістер оқушының жеке білім алу қажеттілігіне сай келу керек. Сонымен қатар, оқушылардың оқу процесінде кезігетін қиындықтар мен қажеттіліктерін, ой пікірлерін білу қажет. Жеке білім беру бағдарламасының құрылымы. Жеке білім беру бағдарламасының құрылымы келесі өзара байланысты бөлімдерден тұрады. Титулдық бет, мекеменің аталуы жазылған, бағдарламаның бағыты, іске асырылу мерзімі, бағдарламаға арналған тұлға, яғни аты жөні, оқу жылы, басшымен бекітілуі туралы ата-аналармен мектептің ПМК төрағасымен келісім шарты туралы. Жеке білім беру бағдарламасының орындалуына жауапты маманның аты жөні және қолы. Түсініктеме хат баланың қысқаша психологиялық педагогикалық мінездемесі қалыптасқан және қажетті деңгейде қалыптаспаған іскерліктер мен дағдылары. Жеке білім беру бағдарламасының құрылымы, мақсаты мен міндеті. Оқу құралдарын модификациялау. Оқу құралдарын модификациялау, қосылу ену процесінің нәтижелі болуына жету үшін баспа материалдарын, яғни оқу құралдарын өзгерту және модификациялау керек. Қазіргі сыныпта тілді зерттеу мен оқу мен жазу бойынша көптеген жаттығуларды орындаумен бекітілетін маңызды міндеттердің бірі. Оны шешуде қиын оқытылатын оқу құралдарын қолданбаған дұрыс. Бір балалар үшін шрифтті үлкейту керек, басқалар үшін аралық көрсеткішті 2 есеге үлкейтіп, шрифттің басқа түрін қолданған дұрыс. Мұндай өзгерістер қабылдау процесін жеңіл әрі нәтижелі етеді. Ал оқу құралдары ұнамды болады және де мүмкіндігі шектеулі баланың оқу процесіне көп күш жұмсалмайды. Оқу құралдарының модификациялау тәсілдері. Оқуға жеңілдету, шрифтпен немесе түстермен маңызды белгілерді бөліп көрсету, қажетсіз мәліметтерді қысқарту, көру қабылдауына әсер ету, суреттер, диаграмма, сызбалар, иллюстрациялар. Материалдың тілдік құрылымдары және күрделі емес сөздік қолдану. Селективті мәтіндерді қосу, көкейтестілік, тәжірибелік, пайдалы. Альтернативті материалдарды қолдану, видео, диаграмма, модельдер.
жаңа материалдарды енгізу. Инклюзивті білім беруде оқу процесін ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруде оқу процесін ұйымдастыруда мұғалім қолындағы оқулықтар маңызды әдістемелік құрал болып табылады. Енгізілген оқулықтар келесі міндеттерді атқарады. Альтернативті форматты, бірақ бірдей мазмұнды емес оқуға оңай оқулықтармен қамту. Оқушылар бір сәтте мәтінді тыңдап, оқуға болатын аудио оқулықтармен қамтылуы. Оқулықтардың тарауларының қысқаша мазмұнын ұсыну, жоғарғы деңгейдегі оқу қызықты материалдармен қамту, маңызды мәліметті белгілеу үшін маркерлер қолдану. Мектептік және үй тапсырмаларын орындауға арналған кітаптардың екі топтамасымен қамту. Маңызды тақырыптарды жазуға арналған есеп карточкаларын қолдану. Мәтінді оқуға дейін талқылауға сұрақтар тізімін ұсыну, дұрыс жауаптарды табу үшін парақтардың нөмірлерін көрсету. Көрмейтіндерге арналған Braille әліппесімен немесе нашар көретін балаларға арналған үлкен шрифтпен басылған альтернативті оқулықтармен және оқу материалдарымен қамту болып табылады. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға көп рахмет.